Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, екі ғана заттан тұратын балмұздақтың рецептісімен бөлісетін болам. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге 3 ғана банан қажет болады. Банандарымызды сырт қабығынан тазалап алып, дөңгелек етіп турап аламыз. Каналымда осындай кереметтей рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться деген қызыл батырманы басып қоюларыңызды сұраймын. Және де толық рецепті описание бөлімінен таба аласыздар. Ыдысымызды осындай пищевой пакетпен ораймыз. Үстінен банандарымызды барлығын теріп шығып, үстінен тағы пакетімізді жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа жібереміз. Осындай блендердің көмегімен бананымызды езіп аламыз. Барлық бананды бірден салып жібермеңіздер. Блендердің айналуы өте қиын болады. Осылай бір рет айналдырып шығамыз. Үстінен сүтімізді құйып, тағы да бір айналдырамыз. Бір-екі минуттың ішінде біздің балмұздағымыз осындай қалыпқа енеді. Оның тағы әдемі болу үшін ішіне қара шоколадты осылай ұсақтап турап қосып жібереміз. Енді осы араластырған массамызды бір ретті қолданылатын стакандардың ішіне салып шығамыз. Үстінен осылай ағаш таяқшасын тығып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Қатып шыққан балмұздақтарымызды жылы судың көмегімен ыдысынан алатын боламыз. Алыну да өте оңай болады. Қатты ыстық суға салмаңыздар. Біздің 2 ғана заттан тұратын өте дәмді, магазиндегі балмұздаққа қарағанда әлдеқайда дәмді болып шығатын балмұздақтарымыз дайын. Сіздер де осы рецептпен жасап балапандарыңызды қуантыңыздар. Балмұздақты қатырмай-ақ та ұсынуға болады. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.